Мен Абдулла Қырсақбаев атындағы номері 41-ші жалпы білім беретін мектептің 4-ші Ә сынып оқушысы Абдурахман Айғаныммын. Мен қысқы демалыста Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерін оқыдым. Бұл Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінде Құрмысқа, Өрмекші, Қарлығаш, Атымтай Жомарт, Бай баласы мен Жарлы баласы деген керемет әңгімелер бар. Маған ұнағаны ол Бай баласы мен Жарлы баласы. Ол жерде Асан мен Үсен деген баласы көшіп кеткен халықтан қалып қояды. Асан үйінде ерке, еңбекке піспеген бала еді. Сондықтан ол кез келген қиындыққа жылай салады екен. Ал Үсен отбасында өте еңбекқор бала еді. Ол әрқашан әкесінің жанында жүріп, әкесіне көмектесіп, әкесінің ақылын тыңдай жүреді екен. Сөйтіп олар Үсеннің арқасында жол тауып, үйректі қақпанға түсіріп, жұмыртқалар табады. Және балықтар табады. Үсен ештеңе жоқ кезде от жағуды және әртүрлі заттармен балық аулап, немесе құстарды қақпанға түсіруді біледі екен әкесі. Және тек қана ол емес, өзінің ақылымен және әкесінің айтқан ақылының арқасында олар жол тауып өзінің еліне қайтады.